Асеке, енді сіз мемлекеттік қызметті істедіңіз ғой. Жалпы сол қызметке қайта келгіңіз келе ме? Келеді. Себебі мемлекеттік қызметте дегенде көп ойлайды, ақшасы көп, байлық, бай жер деп. Жоқ, мемлекеттік қызметтің жалақысы ең аз. Мысалға, аудан әкімінің орынбасарларының жалақылары 350 мың, 400 мың теңгенің маңайында. Аудандық бөлім басшысы аудан әкімінің орынбасарының жалақылары арасы 10 мың теңге. Анау 320 мың алса, аудан әкімінің орынбасары 330 мың алады. Ал енді мамандары 180 мың, 200 мың теңге алады. Мен ақпарат және қоғамдық даму министрлігінде 4 жыл қызмет істедім. Сол қызмет істеген кезде біздің жалақыларымыз 110 мың теңге. Жас келген маманның жалақысы 110 мың теңге. Біз сияқты кішкене стажы бар, көп жыл істеп қалған біздің жалақыларымыз 300 мың теңге маңайында ғана болды. Жасырары жоқ, үсті басымызға аппақ рубашка, костюм шалбар киіп жүргенімізбен түсте обедте жейтін ролтонға ақша таппайтын жүретін кезіміз болатын. Бірақ істеп жатқан жұмысымыз таңғы сағат 8:30-нан кешкі сағат 6-ға дейін, 7-ге дейін компьютерде отырып, қаншама жаңағы халықтан сөз естіп жұмыс істейсің, яғни шындап келген кезде біздің жаңағы істеп жатқан жұмысымыз көрінбей қалатын кезде болады. Немесе оның бір дұрыс үгіт насихаты болмағандықтан да шығар, халықтан сөз естіп жатамыз. Дегенмен мен дәл қазіргі уақытта оның ештеңесі өзгерген жоқ, сол күйі. Сондықтан да мемлекеттік қызметке мен сияқтылар бару керек деп есептеймін. Себебі менің тәжірибем бар. Мен ауылдан республикадан өстім. Мен әлі талай жастарға жол көрсетіп бере аламын. Екінші, мен жемқор емеспін. Жемқорлыққа барған адам емеспін, және менің қол астымда істеген адамдар оған бармайды деп барғызбаймын да. Мысалы, осындай принциптермен мен мысалы кейде барғым келеді. Ал кей кезде қазіргі журналистикамен айналысып, саясатпен айналысып, басқамен айналысып, емін-еркін жүргім де келеді. Дегенмен де біз аз ғана ғұмырымызда көз ашып жұмған бір сәтте еңбек істеп қой. Сол еңбегіміздің бір үшін осы өзіміз тұрып жатқан облысқа, қалаға пайдамыз тигізіп кетуіміз керек қой. Қай салаға апарып мені тығам дейді, қай салада мен сынап көремін дейді, мен оған дайынмын.